Жалынды сәлем Тараздан. Біз әлі Тараз қаласындамыз, қайтар емеспіз, өйткені бізді жібермей жатыр. Бұл саулықтың сыры бағдарламасы мен Такер Сұлтан, және де менің қасымда саулықтың сыры орталығының бас маманы, менің жүргізуші әріптесім Жанат Мейірханқызы. Армысыздар. Енді ана қандай аурумен ауырса, бала сонымен ауырады ғой. Мен негізі жас кезімде ауырғанмын, оны білмеймін ғой, айтып отырмын ғой. Сіз де дәл осылай отырып айтам деп ойладыңыз ба? Жоқ, ойламадым. 4 айдан кейін келгенде ол қызды мен танымай қалдым. Қанша рет бардыңыз ол кезде? 6 рет бардық қой. Сосын мен ұрсып жатырмын, неге соны алып, құдай бәлем сонға неге өйттім? Рас. Солай жасау керекпіз. Біз бүгін Ақмарал апамыздың үйіне қонаққа келдік. Апа, амансыз ба? Саламатсыз ба? Қалдарыңыз қалай, аман есенсіз? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Шүкір Аллаға. Ауылдағылар қалай? Ауылдағы жақсы. Ал апа, өзіңізбен сұхбаттасуға келдік. Неге маған келмейді деген сондай бір күмән болып еді. Шақырған екенсіздер ғой, бізге де келіңіздер деп. Соны айтасың ғой, бір күні сіздің үйде де қонақта боламыз деп. Сол кезде аумейін деп қоямыз. Шалым айтады, не істейсің оларды деп. Ай, көрейік біз деп күлеміз ғой. Я бүгін азаннан бері сендерге шала білініп жатырмын, әйтеуір жалғыз өзім. Қал жағдайыңыз, денсаулығыңыз жақсы ма? Денсаулық жақсы. Осы саумалды ішкеніме қазір январдан бастап іштім ғой. Декабрьдің аяғы январдан бастап. Ұйықтай алмайтын мен негізі. Сол ұйықтым қиын еді, сол ұйқым қазір жақсы болды. Бұрын ұйқым келмейтін. Сөйтетмін, сол ұйқым теш болды біріншіден. Сосын осы мына бауырым мазалайтын асқазаным қыжылдап көп. Сол өттен ғой, енді менің өтім толады. Сосын қисық қою, сол жақсы болды қазір соным. Қисық қою деген не болды? Қалай түсінеміз оны? Өтім қисайған, және ол қою. Соның бәрі жақсы болды. Сосын екі аяғым ауыратын, енді бұрынғыдан көп жақсы болды. Сосын денемдегі ісіктер кетті, былай. Отырғанда осы бір тырсылдап бір түрлі болып жүретін өзіме. Намаз оқығанда да. Қазір еркін отырам. Қанша уақыт болды ауырып жүргеніңізге? Ауырғанына оның уже 7-ші жылға кетіп барады. Қазір өзіңізді қалай сезінесіз? Қазір өзім жақсымын, енді көріп отырсыңдар ғой, үйде келін жоқ, өзім келін, өзім қыз, өзім кемпір болып жүрмін ғой. Асқазанның қорытылуы жақсы. Жақсы. Өт жаңа қыжыл, ащыдан әлі күнге дейін келе ма? Жоқ, ол келмейді енді. Келмейді ондай көп. Давление көтерілетін, сол давление жақсы, қазір кішкене біршама жақсы болды. Учетта барсыз ба давлениядан? Доғдырға салақтау адамын. Көп көріне бермеймін, тек қана туғанда баратын баяғыда. Қанша рет бардыңыз ол кезде? 6 рет бардық қой. Медаль алдыңыз ба, берді ма? Бар ғой, күміс медаль иегерімін ғой. Өзіңіз қай салада қызмет жасадыңыз? Үй шаруасындағы адамын. Ой, бұл ең қиын жұмыс қой. Ойбай, бұл ең қиын. Қызмет жасамадым мен. Сол біз жастайымыздан мал бақтық, шалымыз екеуміз үйлене салысымен. Сөйтіп балалар сабаққа жарағаннан кейін соларды қарадық. Бір садикте бір шамалы жұмыс істегенім бар енді. Қазір немерелер қарап жатыр енді, келімен баланы жіберіп Алматыға. Осы 3 немере екеуі оқиды сабақта. Сендерді көру армандап кетті енді. Неғып азанда кел демедіңіз деді ғой. Неге түстен кейін шақырдыңыз деп? Неге түстен кейін шақырдыңыз деп. Суретке түсіп қаламыз, соны көрсетесіз. Үйге келді, дәм татып кетті деп. Апа, мынау енді өзіңіздің жаныңызда таныстарыңызға, көршілерге, біреулерге айттыңыз ба? Мен осындай саумалды ішіп, өзім кішкене жақсы болып қалдым, сендер де ішіңдер деп. Айтылып жатыр, айтылдай. Енді адамдар қазір көп нәрсеге сене бермейді. Менің өзімнің 5 қызым бар, 5 қызымның 4-еуі ішеді бұны. Осы саумалды не Осы саумалды ішеді. Ол қыздарыңыздың ішуіне не себеп? Негізі басында осы алуының себебі жаңағы сіңілім ауырды менің. Сөйтіп асқазаным деді, бауырым деді, өтім деді, білмейді, әйтеуір диагноз қойып жатыр, таппайды. Соныменен бір күн айтты, ойбай мен қайтатын болдым, ол мал бағады фазендада. Бір нео саумал деген алдым деді. Сосын мен ұрсып жатырмын, не біз соны алып, құдай-ау, пәлен сомға неге үйттің? Одан да ана өздері малба жылқы сауып, соны ақсайшы деп едім. Ой, жақсы деп ата бір кісілер айтты маған, жақсы результат бопты деп. Сол алып кетті. Ол азып кеткен етін, азғын болып. Азып кетті. 4 айдан кейін келгенде ол қызды мен танымай қалдым. Әй, мынау не десем, нео саумалдан мен жақсы болдым. Аузыма келетін ащы дәмнің бәрі кетті. Өтім ауырғаны қойды, өстіп. Сөйтіп ол жақсы результат алып келді. Сөйтіп қайтадан алып кетті ол. Сосын менің бір қызым үйленген, сол көтерген. Сосын ол жерік болып ауырды. Жаман болды енді. Өлермен қалға келді. Содан кейін енді ол қыз жұмысқа кететін болғаннан кейін, ана нео саумалды көрейінші дедім да. Сөйтіп ана сіңлімнен алдырдым. Балаларын айтып, әкеліңдерші көрсін ішіп деп. Сөйтіп әлі ішіп жатыр. Ол шамалы нағса бітті, ойбай, осыны ішпесем, жаңағы құсады. Токсикоз. Құсудан көз ашпайды енді, ол құсу дегенде сұмды. Осыны ішкеннен кейін құсуы тиылды, қазір жақсы.
жұмысын істеп жүр. Жақында декретке шығады осы май айында. Ал басқа қыздарыңызшы 4 Ал қызыңыз одан үлкен соны көрді да үлкен қыздарым айтты ойбай бізді аламыз деп. Үлкен қызым шуда ата-енесі тұрады, сөйтіп оның алып ол ата-енесі екеуі ішіп жатыр. Ол өздері. Олардың ана баласы да ішеді, ана аллергия болады да оларда. Диатез дейді ғой, немене келген? Тәттіге неге? Соған ішіп жатыр. Мен айтып жатырмын, бұл бауырды өтті жөндейді. Өт бауырдан келеді ол диатездің барлығы, жаңағы аллергияның барлығы. Иә, соныменен соны алып ішіп жатыр ол. Одан кейін екі қызым айтты, мама сізбен бірге бізді алайық, бізде ішейік, біздің де бауырымыз ауырады, өтіміз дұрыс емес қой деп. Енді ана қандай аурумен ауырса, бала сонымен ауырады ғой. Мен негізі жас кезімде ауырғам, оны білмеймін ғой, айтып отырмын ғой. Тек туғанда баратынбыз докторға, қалған уақытта докторға бармайтынбыз. Барғанменен өшіреді дейді, не дейді, оның бәріне жалығып кетесің, біздің үйімізде қарайтын адам жоқ. Шалымыз екеуміз өзіміз жеткіздік бала шағаны. Сөйтіп сол қыздарым алып ішіп жатыр қазір. Бізге жақсы әсер етіп жатыр дейді. Енді өзіме әсер етіп жатыр ғой, оны мен қалдырмай ішемін. Сіз өзіңіз қалай алдыңыз? Қолма-қол қаражатпен ба екен? Жоқ, мен былай не бөліп төлеу арқылы алып жатырмын. Бөліп төлеу қызметімен. Иә, бөліп төлеу қызметімен алып жатырмын. Сол мен негізі сенбей басында сіңіліме ұрыстым ғой. Неге алдың деп. Сол кезде енді ақшаны жоқта құртып деп мен сөйтіп жатырмын ғой. Сөйтсем айтады, бөліп төлеуге бар екен деп. Онда құлаққа кіреді екен деп сөйтіп бір қойып қойғам. Енді көрейін результатын деп. Жаңағыдан кейін өзім көріп, сеніп алдым. Тапсырыс беріңіздер, төменде көрсетілген нөмірлер сіздер үшін қызмет жасайды. Қазақстанның кез келген жеріне біз тегін жеткізіп береміз. Біздің саулықтың сыры орталығының мамандары сіздердің денсаулықтарыңызға қатысты сұрақтарыңызға жауап береді. Саумалдың сабынын да қолданып жатыр қыздар, жаңағы бала қызым. Айтпақшы, сабын жөнінде айтыңызшы, не болып жатыр өзі? Қалай болып жатыр сабыны? Жаңағы мынау кішкентай жүгіріп жүрген немерем бар ғой. Сол конфет жесе дереу денесі қысынып шыға келеді. Соған мен соған қолданып жатырмын. Сосын балама жібердім, қыздарыма бердім. Олар да айтып жатыр ғой, жақсы екен деп. Бетіңде жұмсақ қылады екен мама дейді ғой қызым. Қолданғанда жаңағы сонымен шомылдырып жатырмын. Балам да соны нағып жатыр, қолданып жатыр. Ақмарал апа, айтыңызшы, осы саумалды алардың алдында болмаса алғаннан кейін ба өзіңіз бір зерттеп қарадыңыз ба? Бұл қай жақтан шығып жатқан дүние? Расында өзі құжаттары бар ма? Заңды бір жерде бекітілген ба деген. Бірінші соған қараймыз ғой біз, құжатына, елдің нелеріне, жаңа осындай пікірлеріне соған қараймыз ғой. Білемін мен, қараса біз неде тұрамыз? Мен бала шағам Абай поселокта тұрады, Сүйірді Райымбек деген. Қай жерден шығатын сіздердің офистеріңізде білемін. Сертификаттар бар, барлық көріп отырық журналынан. Зауытымыздың бар екенін білесіз демек. Таусылып жатса алдын ала тапсырыс бере беріңіз. Жоқ, мен жаңағы өзім кеңесші қызым бар ғой, соған дереу айтамын. Ол Таразға заказ береді. Ой, апа 2-3 күнде барады дейді. 2-3 күнде емес, 3-ақ сағатта келеді маған. Біздің тараздікілер жақсы ғой, тез әкеліп береді. Мен сіңлімнің артына алғаннан кейін олар маған жеңілдік берді. Және де мен көп балалы анамын. Сосын пенсионерлерге жеңілдігі бар. Енді жеңілдікпен алып ішсеңіздер болады, қолжетімді дүние. Шылый қымбат, аспандағы нәрсе емес. Жалпы мамандардың енді қызмет көрсету өте жақсы. Қалай қарайсыз? Жалпы жақсы ма? Қалай сізді қарсы алды алғашқы қоңырауыңызға? Ағниет деген қызым бар, жақсы. Звондап тұрады. Қалымды біліп сұрап тұрады. Апа, сізде қазір керемет мүмкіндігіңіз бар. Ол қызда бір риза болып қалсын. Содан кейін Қазақстанның түкпір-түкпірінде таныстарыңыз, туысқандарыңыз болса, сәлем жолдап қойсаңыз болады. Не деймін, Ағниет қызым, рахмет жаным. Алла сіңе береке берсін. Рахмет маған жасап жатқан қызметіңе. Елге жалғыз маған емес, мен сияқты талай адам бар ғой. Бәрі естіп жатыр, бүгін келіп жатқанын. Сәлем жолдайын барлықтарыңызға. Аман болыңыздар. Бүгін міне саулықтың сыры келіп, менің жағдайымды сұрап жатыр. Мен саумал ішкеннен кейін сіздер де ішіңіздер деп кеңес беремін. Енді басқа да тұтынушылар айтып жатыр өз пікірлерін. Сіз де дәл осылай отырып айтам деп ойладыңыз ба? Жоқ, мен ойламадым, бірақ енді Қызылордаға келді, Шымкентке келді, күліп жүрген, біздің Таразға келсе соғар ма екен, не істер екен деп. Өтіп кетпес пе екен? Жоқ, мен әлі көп уақыт болған жоқ қой дедім. Елдер көп уақыттан бері ішіп жатқандар бар екен ғой. Мынау жақсы сұхбат болды. Сонау Алматтан BB Partners компаниясы ұсынған саулықтың сыры бағдарламасынан атынан сізге орамалымыз. Иә, рахмет жан. Және де өзіміздің 3 банк саумалымыз. Құрметті көрермен, ең бастысы біздің тұтынушылардың айтқанның барлығын біз дәл орынды дәл солай жеткізетініміз ол рас. Біз солай жасау керекпіз. Егер де сізде тапсырыс берем, буындарыңыз немесе асқазан ішек жолдарыңыз ауыратын болса, денсаулығыңызға қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз болса, онда біздің мамандар сіздің сұрақтарыңызға толығымен жауап береді. Қоңырау шалыңыз, тапсырыс беріңіз, Қазақстанның кез келген жеріне тегін жеткізіп береміз. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Мүмкін келесі жолы сіздің үйіңізден табылатын боламыз. Сау, саламат болыңыздар.